Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кірпілер туралы мәліметтер айтатын боламын. Басқа да жануарлар туралы мәліметтерді білгілеріңіз келсе, описаниедан көре аласыздар. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бір кірпіде 7-8 мың ине болады. Қазақстанда 3 түрі мекендейді. Олар кәдімгі кірпі, құлақты кірпі және қара кірпі деп аталады. Арқасын, бүйірлерін тікенек, яғни ине басқан. Тұрқы 13-27 см, салмағы 700-800 грамм. Орманда, бұта арасында, бау-бақшада, тіпті елді мекендерде тіршілік етеді. Жемін әдетте іңірде және түнде аулайды. Кірпілер жәндіктермен, көлбақамен, жыланмен және оның улысымен де қоректеніп, орман шаруашылығына пайда әкеледі. Қараша айларында ұйқыға кетеді де көктемде күн жылынысымен оянады. Орта есеппен 6 жыл тіршілік етеді. Аяқтары 5 саусақты, бірінші үстіңгі күрек тістері ірі, азу тіске ұқсас. Тері асты бұлшық еттері, әсіресе сақина бұлшық еттері жақсы жетілген, және олар қысқарғанда кірпі денесі дөңгеленіп шар тәрізді болады. Екі тұқымдас тармақтары гимнурлар және кірпілер бар. Еуразия мен Африкада таралған. Кейбір түрлері қысқы ұйқыға кетеді, ауыл шаруашылық және орман зиянкестерін құртады, және кейбір кірпі түрлері қызыл кітабына енгізілген. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Описаниедан басқа да жануарлар туралы мәліметтерді біле аласың.